Достар, мен болған Әділбек. Бүгінгі видеода достар, мен өз ауылыма не жасап кететін боламын достар. Әрине, қалай айтсам болады, өз ауылыма обзор жасап кететін боламын. Әрине, Майнкрафттан достар. Енді осы жолыдан бастап Майнкрафттан видео түсіретін боламыз достар. Сендер басталмай тұрып арнаға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал біз кеттік, бастайық. Ал кеттік достар, мен кеттік, ал бастайық мына жерде. Ал бірінші неден бастасақ болады достар? Әрине, видео түсірмей тұрып мен дайындалған болатынмын. Әрине достар, мысалда мен аяқта әлі мод қоспадым достар. Бұйырса мод қосатын болады, қосқан кезде осы Майнкрафттан видео түсіріп тұрамыз достар. Мысалда мына аяқта мына менің үйім болады достар. Мына аяқта мынау менің үйім болады. Мысалда мынау менің үйім. Ой, тұрш. Короче, там сетте жазып жіберейін достар. Мына жерден времяден болды. Кеттік. Ал достар, артымда шум болып жатса кешірім сұраймын. Сендерге естіліп жатса достар, тағы не бар дейсіңдер достар? Әрине, бізде магазин бар мына жақта. Мынау біздің магазин әлі пустой болып тұрған шығар. Походу пустой екен достар. Әрине, бұл мен ойнап жатқан Майнкрафт 1.1.19 и 83.83. Короче, айта алмай қиналдық қой. Ал мына жақта полициялық не модта әлі қоспадым. Мына жақта не тұрады, аты қалай еді мына жақта? Ұмытып тұрмын. Полиция тұрады. Қоршаймыз достар. Ал мына жақта қазір көрсетіп шығайын. Мына жақта больница әзірге дайын емес, көп заттар. Мына жақта адам тұрады. Мысалда больницаның адамы тұрады да просто. Еще достар, біз мына жақта кафе салған болатынбыз. Бұйырса дамыта береміз осылай өз ауылымызды дегендей. Мына жақта біздің кафеміз. Короче, мына кафе әлі дайын емес толық. Мен бұйырса осыны салдыртатын боламын. Мен мысалдан қай үйде тұрамын дейсіңдер? Достар, мен әрине мына үйде тұрамын, мына Кузницада. Білесіңдер достар, мына ауылда Айшуақ Дейлин дегендер ойнайтын болады. Жоқ, ауылда енді мынау басқа сервер ғой менікі. Олардікі басқа сервер. Достар, мен неге плюски несін таңдадым деп ойлайсыңдар? Өйткені достар, қалай айтсам болады екен? Плюскида, короче, зат не да просто қалай айтсам болады? Ё-моё, басылмай қалды достар. Печкаға кіріп кетті ғой. Қазір, міне, енді басылды. Жасылай. Қазір. Сосын достар айтпақшы, өз ойындарын осы Роблокстан басқа өз ойындарын жазып кетіңдер, тағы басқа. Өздеріңнің ұнайтын дегенде экранында осылай шығып кетеді кейде дегенде. Достар, магазин бар мына жақта, больница бар, мына кафе бар мына жақта, бүкіл бар десем болады достар. Әрине, бүкіл бар. Өйткені мен осы сендер видео бастамай тұрған кезде мен бүкілін дайындап алғам. Короче, видео басталмай тұрып дайындап алғам бүкілін. Мына полицияныкі, мынаны дайындап алғам, мына нені магазин, мынаны дайындап алдым. Мен осыны бүкілін дайындап алған болатынмын. Достар, сендерге ауыл қалай? Мысалда маған ұнайды осындай ауылдар. Айшуақ дегендер ойнайтын. Мысалдан баяғыда армандаушы едім мен. Мына жерді түзей салайын мен булыжникпен. Булыжникті авалайын. Мұның булыжник емес қой, міне. Мына жерде булыжник. Мен баяғыда армандаушы едім бар ғой достар. Шынымен айтайын. Осы адамдардан қарап, мысалда мынандай нелерді ойнағым келуші еді, осындай серверлерде адам көрсетейін, ыңғайлы ма? Бұлай тұрмайды ғой. Бұлай тұрады ғой деймін. Жоқ, бұлай тұрмайды достар. Көрейік мына жерге. Бұлай. Жоқ, бұлай болмайды.
или былай ғой деймін, я осылай. Я осылай ғой деймін достар, қателеспесем. Жарайды, естіп тұра берсін, оны көре саламыз. Достар, ош алып тастайын. Ош деген қалай кетті, кешірім сұраймын. Мынау бізде қалай айтсам болады, атын ұмытыппын мынаның. Ош. Тағы айта бердім ғой. Ош деп. Мысалда мердің үйі болады, мына жақта талай үйлер болады бұйырса. Осы ауылды дамытатын боламын достар, әрине. Бұл ауылда көп деген жағдай болады дегендей ғой. Видеоның андай атына байланысты ғой. Соған байланысты осындай ауылда көп нелер болады, қызықты видеолар. Сондықтан да алда күте тұрыңдар. Достар, рахмет сендерге көп достар. Шынымды айтайын, 30 подписчикке жеттік. Достар, шынымды айтып тұрмын, қуанып тұрмын бар ғой достар. Рахмет достар, сендердің арқаларында 30 подписчикке жеттік қой. Достар, қатты қуанып тұрмын мен осы үшін. Сендерге көп рахмет. Сендер 30 подписчиктен асқыз, қалай айтсам болады, асқыз, тілім келмей короче. Короче, 30 подписчиктен асып кетіпті ғой. Соған көп рахмет достар. Сендер осындай рейтингпен көп несе видеолар түсіре берейікші достар. Короче, достар, осындай рейтингпен көп видеолар түсіре берейік. Осындай достар, 30 подписчик үшін рахмет. Енді келесіде достар, біз 40 подписчикке жетеге достар. Сол кезде қатты қуанып қалушы едім мен достар, әрине. Шынымен айтайын, қатты қуаныш едім бар ғой. 40 подписчик деп кете береміз, 50-ге барамыз достар. Көп рахмет сендерге, 30 подписчиктен асып кеттік. Енді осы қалпымызбен 50 подписчик, 100 подписчик деп жете берейік. Достар, келесіде қандай видео түсірейін, соны да комментарияға жазып кетіңдер. Достар, Майнкрафт сендердің сүйікті ойындарың ба? Соны да комментарияға жазып кетіңдер. Еще достар, бұйырса конкурс. Уже бір адам аған жазып кеткен. Динарада деген ба, кімет білмейміз. Динара деген адам 12 деп жазылып тұрады. Сол адам аған жазып кеткен өз никнейм. Мен оған әзірге жібере алмаймын достар. Әрине менің аккаунтым банға кетіп тұр. Сендер көп уақыт күтпейтінше көп уақыт күте тұрыңдар. Енді сендер үшін көп уақыт күткізбеймін, әрине. Ясынаға қойып жіберейін. Сендер үшін өз аккаунтымды қайтарамын достар, бұйырса. Соған байланысты кешірім сұраймын, аккаунтым банға кеткені үшін. Енді достар, банға кеткені үшін деп ғой, біреу ұрлап кетті короче достар аккаунтымды. Сол үшін сендерді көп тілім келмей жүрмін көп заттарға күткізбей сендерге видео түсіретін боламын достар. Сендермен болған Әділбек, давай сау болыңдар.